Оқушылар, қазақ тілі сабағы. Бүгін 7 сәуір, тақырыбымыз негізгі және туынды сын есім. Сын есім дегеніміз заттардың түрін, түсін, сапасын, дәмін білдіретін сөз табы. Сын есім екіге бөлінеді: негізгі және туынды сын есім. Негізгі сын есім ол таза, әдемі деген сөздер жатады. Яғни тек қана түбір сөзден жасалады. Түбір деп отырғанымыз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі, ешқандай қосымша жалғанбаған бөлігі. Ал туынды сын есім беріп, туынды деп атайтып тұрғандай, жаңа сөздің туындауы. Сулы жер қандай жер? Сулы. Түбірі су, не? Кәдімгі ішетін су. Сулы қандай? Яғни не деген зат есімнен лы жұрнағы жалғану арқылы қандай деп сын есімге айналып кетті. Яғни сөзден сөз туындады. Ендеше сулы сөзі туынды сын есім.